Сәлеметсіздер ме, балалар? Онлайн мектепке қош келдіңіздер. Сіздермен бірге қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі мен Нұрымбетова Шолпан Маратқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тілдік қарым-қатынас талаптары. Дұрыс сөйлеу, әдептілік. Бүгінгі сабақтағы оқу мақсатымыз әлеуметтік тұрмыстық, әлеуметтік мәдени тақырыптарға байланысты диалог монологтердегі көтерілген мәселені түсіндіру. Қазақ тілінің дыбыстар жүйесін, үндестік заңын, емлелік ерекшеліктерін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазу. Бүгінгі сабақ мақсатынан сіздердің үйренетіндеріңіз әлеуметтік тұрмыстық, әлеуметтік мәдени тақырыптарға байланысты мәтіндерде көтерілген мәселені түсіндіру. Қазақ тілінің дыбыстар жүйесін, үндестік заңын, емлелік ерекшеліктерін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жаза білу. Дұрыс сөйлеу әдебі дегенді қалай түсінесің? Дұрыс айтасыздар. Дұрыс сөйлеу әдебінде сөздер анық айтылады, дауыс ырғағы құлаққа жағымды естіледі, орфоэпиялық нормалар сақталады. Бөлтірік шешен мемориалы. Талас ауданы Сейілбек ауылының солтүстік шығыс шетінде орналасқан. Бөлтірік Әлменұлы 1771-1854 жылдары өмір сүрген, есі қазаққа аты таралған би, шешен, батыр болған тұлға. Шу бойында туып өсіп, Талас өңірінде дүние салған. Тапқырлығымен өз ортасының сыйлы, құрметті данагөйі болған. Кенесары бастаған ұлт азаттық қозғалыстарға қатысып, шешендік, іскерлік қабілетімен көпшіліктің есінде қалған. Сондай-ақ Бөлтірік өз заманындағы Балпық би, Мала би, Сыпатай батыр, Құнанбай, Сұраншы, Тезек төресінді игі жақсылармен тізе қосып, ел ісіне араласқан. Бөлтірік шешеннің даналық нақыл сөздері тек қазақ халқының ғана емес, қырғыз, өзбек халықтар арасына да кең таралған. Сондай-ақ Бөлтірік өз заманындағы Балпық би, Малай би, Сыпатай батыр, Құнанбай, Сұраншы, Тезек төресінді игі жақсылармен тізе қосып, ел ісіне араласқан. Ал оқушылар, келесі қадамда біз 5-ші тапсырманы орындаймыз. 5-ші тапсырмада мәтінді оқып шығып, мәтіннің негізгі идеясы не жайында екенін анықтау керек. Сөйлеу мәдениетіне баулу, тәрбиелеу халықтың ата-бабадан келе жатқан игі дәстүрі. Бірде өзіне орынсыз тиісе берген байдың баласының айтқан сөзін, уәжін қаңбақ құрлы көрмей, оны сөзден де, уәжден де жыға бергесін, байдың баласы төбелес шығарып, сілтеген қолы үй иесінің күректісін сындырады. Соның нәтижесінде Бөлтіріктің баласы айып тартады. Өзі жазықсыз болса да өзіне жасалған әкесінің билігін мойындағысы келмей тұрған баласы, әке, дұрыс сөйлегенде қалай сөйлеу керек еді? Менің сөзімнің бұрыс жері бар ма деп сұрайды. Сонда Бөлтірік шешен: жатқа сөйлеме, жаманға сөйлеме, асырып сөйлеме, батырып сөйлеме. Жаман сөзден жақсы сөз дұрыс, жаманға айтқан сөзден жақсыға айтқан сөз дұрыс. Ойсыз сөзден ойлы сөз дұрыс, ойсызға айтқан сөзден ойлыға айтқан сөз дұрыс. Айтылмай қалған сөзден айтылып қалған сөз дұрыс. Сөйлемес жерді білсең, сөйлемес жерде сөйлемей қалуды білсең, бәрінен де сол дұрыс. Олай болмаған жерде қанша асыл деме, сөзіңнің алды бұрыс, арты ұрыс. Бұл әкенің баласын тәрбиелеуі ата-бабалардың жолы. Мінекей балалар, осы оқылым мәтініндегі
негізгі ойды анықтаңыздар. Сіздер өте дұрыс айттыңыздар. Мәтіндегі негізгі ой сөйлеу мәдениетіне баулу, сөз әдебіне тәрбиелеу. Бөлтірік шешеннің сөзінен біз адамдардың бір-бірімен тілдік қарым-қатынас жасауында қойылатын талаптарды аңғардық. Дана халқымыз сөз әдебіне, тілдік қарым-қатынас жасауға аса жоғары мән бергенін көреміз. Оқушылар, сіздер жоғарыдағы оқылым мәтіннің негізгі ойын, көтерілген мәселесін дұрыс анықтадыңыздар. Енді осы мәтіннің желісі бойынша құрастырылған сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бірінші сұрақ. Жоғарыдағы әңгімеде бөлтірік шешен сөзге қандай анықтама берді? Дұрыс айтасыз. Сөз терең, ойлы, көп мағыналы, тыңдаушысына түсінікті болу керек. Екінші сұрақ. Дұрыс сөйлеу әдептілігі жөнінде не деді? Бәрекелді. Дұрыс сөйлеу әдебінде сөйлемес жерді білуді, сөйлемес жерде сөйлемей қалуды ескертеді. Ал үшінші сұраққа мұқият болайық. Сөзіңді тіліңе билетпе, ақылыңа билет дегенді шешен қалай түсіндірді? Сөзіңді тіліңе билетпе, ақылыңа билет дегенде ойланбай сөйлеуден сақтандырады. Бұл туралы аңдамай сөйлеген ауырмай өледі деген де мақал бар екенін естеріңізге сала кетейін. Төртінші сұрақ. Шешеннің ойсызға айтқан сөзден ойлыға айтқан сөз дұрыс дегені нені білдіреді? Дұрыс. Ойсызға сөз айтсаң, соңы ұрыс болатынын ескертеді. Мінекей, сіздер өз жауаптарыңызды экранда көрсетілген болжамды жауаппен салыстыруларыңызға болады. Қымбатты менің достарым, сөз әдебіне, дұрыс сөйлеу мәдениетіне біздің ата-бабаларымызда бейжай қарамаған екен. Өз ұрпағын дұрыс сөйлеу шеберлігіне баулып, тауып сөйлеуге дағдыландырып отырған екен. Бүгін сіздер де тілдік қарым-қатынас талаптары, дұрыс сөйлеу әдебі жөнінде кең мағлұмат алды деп ойлаймын. Алтын ұяң, отан қымбат, құт берекең, атаң қымбат. Аймалайтын анаң қымбат, мейірімді апаң қымбат. Асқар тауың, әкең қымбат, туып өскен елің қымбат. Ұят пенен ар қымбат, өзің сүйген жар қымбат. Қазыбек би. Ал балалар, Қазыбек бидің сөзін мұқият тыңдаған болсаңыздар, мұндағы үндестік заңы бар сөздерге назар салып өтейік. Орфографиялық нормадағы отан қымбат, атаң қымбат, анаң қымбат, апаң қымбат, әкең қымбат деген сөздер орфоэпиялық норма бойынша дыбыс үндестігіне ұшырайды. Яғни айтылуда отан қымбат, атаң қымбат, анаң қымбат болып айтылады. Қымбатты менің жас достарым, біздің бүгінгі тілдік қарым-қатынас талаптары тақырыбындағы сабағымыз аяқталды. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.